шашақ жасауды үйренеміз. Ол үшін бізге 6 жемшік моншақ, 4-тік, 2-лік және бисер керек болады. Жіпті 2 қабаттап сабақтаңыздар. Бұл жұмыста мынандай жіп ұстанудың осыны пайдалану қажет жоқ. Себебі бұл жіп бірте-бірте созылып кетеді, качествоны құртады. 2 қабат жіптің өзі үзілмейді, мықты болады. Ең алдымен 1 жемшік, 1 2-лік осылай 6-ауын тізіп аламыз. Осылай жіпке тізіп алғаннан кейін былай түйеміз, және осы түйіншегімізді мықты қылып жасау керек. Кемі 5 рет түйілу керек осы кезде. Себебі шығып кетуі мүмкін. Осылай түйгеннен соң мына жіптің артын қиып тастаймыз. Одан кейін 2 бисер, 2-лік, 2 бисер қылып аламыз да, мына келесі 2-ліктен өткіземіз. Мінекей. Дәл осыны барлық моншаққа қайталап шығамыз. Мінекей, барлығынан осылай өткізіп алдым, және дұрыстап өткізу керек, жіптер шығып тұрмау керек. Енді дәл осыны екінші айналым жасаймыз. Бесеуін алдым. Мінекей, мынадан қайтадан өткізем. Осы кезде аккуратны болуымыз керек, қыздар, жайлап істеу керек және мықты болу керек. Мінекей, осылай болып тұрады. Осыны барлығын тағы осылай өткізіп шығамыз. Мінекей, екінші айналым жасап шықтық. Енді келесі кезекте мына ортасына қарай мына жібіміз, мінекей, осыны 2-лікке дейін бүйтіп алып келеміз да. Мінекей, 2-лікке келдік. Одан кейін мына 4-тік моншақтар бар ғой, соларды былай каждый 2-ліктің үстімен өтіп шығамыз. Осылай алып жұмысымызды аяқтаймыз. Мінекей, енді аккуратны тартамыз. Мынандайлар қалмау керек. Міне, көрдіңіздер ме? Міне, мынау ойнап тұр ғой, осындай болмау керек. Бір шеттен аккуратны тартамыз. Осылай да кіргізіп, былай тағы бір айналым жасап, айналдырып алып, тағы да тартамыз. Жұмыс өте аккуратны болу керек. Одан кейін мына 2-ліктен, міне 2-ліктен шықтым. 2-ліктен шыққаннан кейін мінекей, 5 моншақ алдым. 2-ліктен шықтым, 5 моншақ алдым. Келесі 2-ліктен өткізем. 5 моншағымды. Дәл осылай 2-ліктерден 5 моншақтан өтіп шығамыз. Келесі 2-лік.
шығып болғаннан кейін мына 5 моншақтың үшіншісіне келеміз. Тағы ортасына дейін былай аламыз да, енді міне ортасынан алдық. Енді тағы да екіліктермен мына үшінші моншақтан алып шығамыз. Былай міне мұқият қарап отырамыз. Міне ортасындағы үшінші моншақ. Мінекей ортасындағы тағы үшінші моншақ. Осылай айналып шығамыз. Міне мына соңғы 3 моншақтан шығып, және аккуратно тағы да тартамыз. Тартқаннан кейін, міне тарттық қой, осыдан кейін тек қана мына моншақпен емес, тек екіліктерден былай жүріп шығамыз. Міне екілік былай бірінші мықтылық үшін былай бір жүріп алсақ болады, тағы екінші айналым жасап та. Одан кейін тек қана екіліктерден, моншаққа салмай, инені тек екіліктерден өткізіп шығамыз. Мықты болу керек жұмысымыз. Тек қана екіліктер. Тартамыз. Мінекей жарты дөңгелегіміз шықты. Енді астын жасау үшін мына бисерлер арқылы төмен түсеміз. Төмен түсіп, мына екілікке барғаннан кейін міне жібімізді ең соң екіліктен шығардық. Одан кейін тағы да мына төрттік моншақтар, дәл манағыны қайталаймыз. Төрттік моншақтарды мына екіліктерден алып өтеміз. Мінекей аккуратно тартамыз. Сосын мыналардан да былай тағы бір айналып өтіп шығамыз, мықтылық үшін. Екі қабат жіппен отырғандықтан мықтылық үшін осылай айналамыз. Мынандай болып тұрмау керек. Мына жерді көрдіңіздер ме? Міне осындай болып тұрмау керек. Мадина. Фатима. Осылай өтіп шыққаннан кейін дәл жаңағы жұмысты қайталаймыз. Манағы болған 5 моншақ аламыз да. 5 моншақ алып мына екіліктен өтіп шығамыз. Дәл жаңағыдай. Өттік. Енді одан кейін үшінші моншаққа келіп, мінекей үшінші моншаққа дейін келдік та екілікпен жүріп өтеміз. Міне үшіншіден аламыз, қақ ортасынан, яғни мінекей. Осылай екілікпен жүріп өтеміз. Үшіншісі. Міне аяқталды. Енді тартамыз және мықтылық үшін тағы бір айналым жасаймыз. Дөңгелегіміз шықты. Одан кейін тек қана бір айналым жасағаннан кейін тек екіліктерден жүріп шығамыз. Тек екіліктерді өткізіп шығамыз инеге де. Мінекей
тартып отырамыз. Осымен шашағымыздың дөңгелегін жасап алдық. Мінекей, осындай әдемі дөңгелек шықты. Ішіне ештеңе толтырудың қажеті жоқ, өзі тастай болып тұр. Мына жіпті, инені де жіпті де қозғамастан осылай бір шетке қойып қоямыз. Келесі кезекте біз шашағын жасаймыз. Шашақ жасау үшін де жіпті 2 қабат қылып аламыз. Және кезекте қыздар, шашақ жасау үшін мен аны 7 бисер алдым, одан кейін 2-лік, 4-лік беконус, 2-лік, 7 бисер осылай өзіме керекті ұзындықты алдым. Енді бұны жіпке тізіп алдым. Одан кейін бұл жұмысты аяқтау үшін ең соңында мынандай капля моншақты аламын да, сосын осылай аяқтаймын. Сосын бір бисер алып, осы бисерден өткізіп, мінекей қараңыздар, мынау бәрі өткізіліп тұр ғой. Сосын біз мына бисерді қалдырамыз, қалғаннан бұлай кері шығамыз. Бәрінен өтіп шығу. Барлығынан бұлай өтіп шығу керек. Асықпай, қалдырмай, ешбіреуін осылай жайлап бәрінен өтіп шығамыз. Мінекей, мынандай қылып екіншісін өткіздім. Екінші жіпті бұлай айналдырып жүріп шықтым. Осыдан кейін мына бас жағын түйіп аламыз. Бұлай бас жағын бір түйіп қоямыз, пока қимаймыз. 2 түйіп қоямыз. Содан кейін мысалы мынау бір шашаққа осыдан өзімізге қаншасы қажет, соншасын жасап шығамыз. Мінекей, мен өзіме қажетті 6 шашақ жасадым. Және мына жағын дұрыстап түйу керек. Түйіп, мына артығын қиып тастаймыз. Алдымен дұрыстап түйу керек, өте аккуратны түйу керек. Содан кейін барып қиямыз. Қиғанда мынаны дәл ұшынан қиюдың қажеті жоқ, себебі ішінде қалады, көрінбейді. Кішкене мынандай ұзындау қылып қиған жақсы. Мінекей, шашақты маған керегі 6 штук жасап алдым. Енді манағы жасап қойған дөңгелегіме кіргіземін. Ол дөңгелектің инесі сол күйінде тұр, үзген жоқпыз. Енді бұлай істейміз. Алдымен мынаны бұлай мына жақтан кіргіземіз да. Жоқ, мына жағынан кіргіземіз, мінекей. Одан кейін шашақ бұлай жоғары көтеріледі. Кішкене жоғары кіргізіп көтергеннен кейін бұлай мыналармен айналдырып бекітеміз. Мына жағындағыларға бекітеміз. Барлығын айналдырып бекітеміз. Сонымен қатар астында инеміз тұр, манағы дөңгелектің инесі тұр астында. Бұны мына шашақтар бар ғой, соның бүйтіп біреуінен ұстап, бұлай істеп, бекітіп шығу үшін бұлай істейміз. Одан кейін мына екілікке кіреміз, дөңгелектегі екілікке бұлай кіргізіп өткізіп аламыз. Осылай айналдырып, тағы да бір шашақтан аламыз. Астынан да бір шашақтан, мына шашақтан алайын. Шашақтың бір несінен алып, тағы да мына бисерге кіргіздім. Осылай бекітіп шығамыз, мынаны айналамыз сонда. Тағы да бір шашақтан алдым. Сосын мына екілікке кіргізем. Осылай бекіту мақсатында, мықтылығы үшін осылай істеп шығамыз. Тағы бір шашақтан бұлай, бір шашақтың соңғы моншағынан алдық.
одан кейін мына екілікке кіреміз. Мінекей осылай бекітіп шықтық. Міне үстінде осы инемен және былай үстіне қарай шығамыз. Енді міне бисерлердің арасынан өтіп үстіне қарай шығамыз. Мінекей мына екі бисердің арасынан өтеміз. Осылай аккуратно жайлап жасаймыз. Екіліктің арасынан міне екі инеміз қатар шықты. Енді мынау жаңағы шашағымыздың несі ғой, жібі ғой. Бұны да былай бір айналып шығамыз. Міне мына инеміз мына жақта тұр, иә. Міне мынаны да бір айналып, мықтылығы үшін мына бисерлерді бір айналамыз. Окей. Міне екі инеміз осылай шықты, иә. Ең соңғы точкасын қою үшін енді осы екеуін немесе түйіп тастасақ болады, немесе осы екеуін бізге керекті матаға қадаймыз, осылай шашақты. Немесе аяқтау үшін мынаны түйіп тастаймыз, бөлек жасау үшін. Міне сонда мындай шашақ, әдемі шашақ шықты. Және дөңгелегімен шашағымен өте жақсы жұмыс болды. Алло.